Мен балалар, қазақ тілі пәні 4-ші сынып. Ғарышқа саяхат бөлімі бойынша ғарыш дегеніміз не ортақ тақырыбы бойынша етістіктің шақтары осы шақ тақырыбында бүгін сабақ өтеміз. Жұмбақты оқып шешуін табайық. Бір үйде қос сұлу қыз ағайынды, екеуі қызықтырған талайынды. Жүдемес 4 маусымда мұнаймаса, тұрады нұрға малып маңдайынды. Дұрыс. Жұмбақтың шешімі ай және күн. Ал енді балалар, етістік іс-әрекеттің жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 жағы болады. Осы жақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекеті. Мысалы, Аслан хат жазып отыр. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекеті. Мысалы, мен жазда Астана қаласына бардым. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекеті. Мысалы, Асан ертең нағашы атасына бармақ. Сонымен, осы шақ дегеніміз қазір болып жатқан іс-әрекет. Өткен шақ дегеніміз болып кеткен іс-әрекет. Келесі шақ дегеніміз келешекте болатын іс-әрекет. Ал енді осы етістіктің шақтары бойынша оқулықпен жұмыс жасап көрейік. Қазақ тілі 4-ші сынып 2-ші бөлім оқулығы 79-ші бет 5-ші жаттығу. Төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шаққа қатысты екенін тап. Яғни, бізде 3 шақ белгіленген. Келер шақ, осы шақ, өткен шақ. Бірінші келер шақты жазып, қай жұрнақтар осы келер шаққа жататынын тәптерімізге жазып қояйық. Одан кейін осы шақты, сосын өткен шақты. Мысалы, отыр, тұр, жүр, жатыр. Ап, әп, па деген жұрнақтар қай шаққа келеді? Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктер не істеп отырмын? Жатырмын, тұрмын, жүрмін. Не істеп отырсың? Жатырсың, тұрсың, жүрсің. Не істеп отыр? Жатыр, тұр, жүр деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, Асан не істеп отыр? Асан ойын ойнап отыр. Оқулықпен жұмыс жасайық. Қазақ тілі 4-ші сынып 2-ші бөлім 81-ші бет 9-ші жаттығу. Берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Осы сызба бойынша сөйлем құрап дәптерімізге жазамыз. Ал енді сабақ бойынша кері байланыс жүргізейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Білім шыңы әдісі арқылы дәптеріміздің соңына сабақты қандай деңгейде түсіндік, соны жазып қояйық. Сабақты өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды десеңдер, осы сөзді жазып қойыңдар. Немесе мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, осы сөзді жазыңдар. Тақырып бойынша ізденуім керек десеңдер, осы сөзді жазып қойыңдар. Өздерінің қай шында тұрғандарыңды біліңдер. Назарларыңызға рахмет.